Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсемгүл. Бүгін сіздермен ең дәмді, өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстіне жарты қасық тұз қосамыз. Оның үстіне 2 қасық қаймағымызды қосатын боламыз. 200 грамм ерітілген сары май қосамыз. Енді қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз, біркелкі масса пайда болғанша. Енді 400 грамм ұнымыздың үстіне қопсытқышты қосып жақсылап араластырамыз. Енді дайын тұрған массамыздың үстіне ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды елеуіштен өткізіп қосыңыздар. Қамырларыңыз піскенде жақсы көтеріліп пісетін болады. Осылай ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп қосатын боламыз. Қасықтың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Енді ары қарай қолымызбен илейміз. Қолымызбен жақсылап осылай қамыр илеп аламыз. Қолымызға жабыспайтын қамыр пайда болу керек. Осындай әдемі қамыр шықты. Енді оны 30 минутқа салафанға салып холодильникке жіберетін боламыз. Енді ары қарай салмамызды дайындаймыз. 500 грамм фаршқа 1 пиязды қосып, оның үстіне картоп салып жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышты қосамыз. Пісіріп алған салмамызды салқын жерге қойып суытып аламыз. 30 минуттан соң қамырымызды алып, енді ары қарай бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Мен осылай бөліктерге бөлемін. Енді қалғанын шетке қоя тұрамыз. Енді қамырымызды домалақ пішінді жаятын боламыз. Енді суып тұрған салмамызды салып, жан-жағын бүгетін боламыз. Енді формамызды аламыз, оның үстіне пергамент қағазын жайып, үстіне сұйық майды жағып шығатын боламыз. Осылай жағып шығамыз. Енді ары қарай самса жасауымызды жалғастырамыз. Тестамызды осылай домалақ пішінді алып, ішіне салмасын салып, жан-жағын бүгіп самса жасаймыз. Барлығын осылай қайталап шықсаңыздар болады. Барлық самсаны дайындап шықтым. Енді оның үстіне 1 жұмыртқаны араластырып, самсаның бетіне жағып шығамыз. Сонда самсамызға әдемі түс беріп тұратын болады. Енді самсаның бетіне кунжут себіп шығамыз. Барлығына сеуіп шығамыз, сосын 180 градусқа духовкаға 25-30 минутқа жіберетін боламыз. Міне достар, менің самсам дайын. Қамыры деген өте жұп-жұмсақ болып піседі. Сіздерге де дайындауға кеңес етемін. Менің рецептіммен сіздер де дайындаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.